Сәлем достар, эфирде тіл қазына бағдарламасы. Бүгінгі сабағымызда біз сандарды нешінші деген сұраққа жауап беретін сөздерді үйренеміз. Ал жаңа сөздермен танысуға дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Қанша, 3, 30, 300. Нешінші үй? Қай пәтер? 247-ші үй. 5-ші пәтер. Қай жылы тудың? Туған жылың, айың, күнің. 5-ші наурыз 2003 жыл. Нешінші орын алды? 1-ші орын алды. Аптаның қай күні? Аптаның 3-ші күні. Билетті қай орыннан алдың? 10-ші орыннан алдым. Ал енді достар, сұрақтарға жауап берейік. Бұл ненің нөмірі? Дұрыс, бұл пәтердің нөмірі 5. Бұл қай жыл? Жарайсың, бұл 2005 жыл. Бұл 3-ші орын ба? Жоқ, бұл 1-ші орын. Дүйсенбі аптаның нешінші күні? Тамаша. Дүйсенбі аптаның 1-ші күні. Билетте қай орын белгіленген? Дұрыс, билетте 10-ші орын белгіленген. Достар, назар аударыңыздар, әдеттегідей грамматикаға тоқталайық. Достар, өздеріңіз жоғарыдағы мысалдан байқағандай, сандарға неше деген сұрақ қойсақ, 30 деп жауап береді екенбіз де, ал нешінші деген сұрақ қойсақ, бұл сұраққа жауап беру үшін ыншы, інші, нші, ншы жұрнағын жалғап, 30-шы деп жауап береді екенбіз. Бұл үйдің, орынның, аптаның, тағы да басқа заттардың ретін білдіреді. Экранда берілген кестеге мұқият қарап, есте сақтаңыздар. Реттік сан есім. Нешінші? Ыншы, інші, нші, ыншы. Яғни 5-ші пәтер, 2-ші үй, 8-ші сынып. Достар, ал енді мына мәтінді тыңдайықшы. Сәлем достар, менің есімім Рамазан. Жасым 19-да. 3-ші курста халықаралық қатынас мамандығында оқимын. Менің мекенжайым Алматы қаласы, Момышұлы көшесі, 54-ші үй, 18-ші пәтер. Мен 4 тіл білемін. Қазақ тілі, ана тілім, испан, кәріс, ағылшын тілін орта деңгейде білемін. Кітап оқығанды, табиғатта серуендегенді және зерттеу жұмысын жүргізгенді жақсы көремін. Мен 2-ші болғанды ұнатпаймын. Достар, мәтінге қатысты сұрақтарға жауап берейік. Рамазан неше жаста? Рамазан 18 жаста. Рамазан 16 жаста. Рамазан 19 жаста. Иә, Рамазан 19 жаста. Рамазанның ана тілі қай тіл? Испан тілі, ағылшын тілі, қазақ тілі. Жарайсың, Рамазанның ана тілі қазақ тілі. Ол нешінші үйде тұрады? Рамазан 54-ші үйде тұрады. Рамазан 43-ші үйде тұрады. Рамазан
97-ші үйде тұрады. Дұрыс, 54-ші үйде тұрады. Рамазан нені ұнатпайды? Бірінші болғанда, екінші болғанда. Лидер болуда. Дұрыс, Рамазан екінші болғанды ұнатпайды екен. Үнемі бірінші болғанды ұнататын адамдарды, яғни лидер, біз көшбасшы деп атаймыз. Мына тапсырмада сұрақтарға жауап беруіміз керек. Қане, дайынсыздар ма? Бұл қай жыл? Бұл 2002 жыл. Арманның жасы нешеде? Дұрыс, Арман 21 жаста. Рамазан нешінші пәтерде тұрады? Дұрыс, Рамазан 18-ші пәтерде тұрады. Бұл нешінші сыныптың оқулығы? Дұрыс, 7-ші сыныптың оқулығы. Достар, экрандағы сұрақтарға назар аударайық. Қане, осы сұрақтарға жауап берейік. Сен нешінші пәтерде тұрасың? Мен 28-ші пәтерде тұрамын. Самат нешінші көшеде тұрады? Самат 7-ші көшеде тұрады. Сіз нешінші орында отырасыз? Мен 12-ші орында отырамын. Айжан нешінші сыныпта оқиды? Айжан 10-ші сыныпта оқиды. Достар, ал енді эпизодтық көріністі бірге тамашалайық. Ой, Елдос, қалайсың? Сәлем. Жақсы, қалың қалай? Тамаша. Құрбың қайда? Ол бүгін келе алмайды. Телефонына да хабарласа алмай отырмын. Телефоны бұзылып қалды. Сен оның мекен-жайын білесің бе? Бұрынғы мекен-жайына көшіп кетіпті. Әпкесі пәтерін сатып жіберді ғой. Сол Сауран көшесінде тұрады. Пәтерінің нөмірін білесің бе? Оны қайтесің? Гүл жіберейін деп еді. Күшті. Жазып ал. Сауран көшесі, 7-ші үй, 69-ші пәтер. Бірінші рет қызға гүл жіберейін деп тұр. Ол да бірінші рет гүл алайын деп тұрған шығар. Раушан гүлі барлық қыздарға ұнайды. Кел, бірге таңдайықшы. Онлайн тапсырыс берейін деп жатыр. Ал енді мына диалогты мұқият тыңдайық. Айдана, сен қай жылы, қай айда тудың? 2007 жылы қыркүйек айында тудым. Ал сенше? Мен 2008 жылы сәуір айында тудым. Айтпақшы, ертең сенің әжеңнің үйіне барамыз ғой. Қай көшеде тұратын еді? Абай көшесінде тұрады. Сен Абай Құнанбайұлының қай жылы туғанын білесің бе? Әрине, 1845 жылы туған. Ал менің әжемнің нешінші үйде және пәтерде тұратынын ше? Білемін, 5-ші үйде, 16-шы пәтерде тұрады. Өткенде бардық қой. Жарайсың. Достар, алдыңғы тапсырмадағы мәтінге қатысты сұрақтарға жауап берейік. Кеттік. Айнұрдың әжесі нешінші үйде тұрады? Айнұрдың әжесі 5-ші үйде тұрады. Айдана қай жылы және қай айда туған? Дұрыс, 2007 жылы қыркүйек айында туған. Абай Құнанбайұлы қай жылы туған? 1845 жылы туған. Ал сіздер Абай Құнанбайұлының кім екенін білесіздер ме? Бүгінгі сабақ аяқталды. Тіл қазына қазақ тілін үйренудің ең оңай жолы. Өткен сабақтарды қайталауға, жаңа сөздерді жаттап алуға кеңес беремін. Сау болыңыздар.